Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін шырғанақты қысқа қалай сақтау керек, сол жайында көрсететін боламын. Екі түрін көрсетемін. Жалпы шырғанақ облепиха адам денсаулығына өте пайдалы. Әсіресе қыстың күні суықтаған кезде иммунитетіңізді жақсы көтереді және де суықты алады. Сондай-ақ ішек жолдарының ауруына, асқазан ауруларына өте пайдасы көп. Ең алдымен шырғанақтарымызды жуып, кептіріп, дәл осындай одноразовый посудаларға немесе пакетке салып, морозильникте 1-1,5 жылға дейін сақтай беруге болады. Бір-біріне жабыспайды. Бұл шырғанақтарды мен шай дайындаймын. Шырғанақ шайын өте пайдалы және де компоттарға қосатын боламын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Ал екінші түрін шырғанағымызды алып, жуып тазалап, таразға өлшеп аламыз. Менде 400 граммдай шырғанақ шықты. 400 граммға мен 400 грамм қант араластырдым. 1-1 қылып араластырдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша араластырсаңыздар болады. Қантымызды араластырып, газге қойып, қантымыз толық ерігенше оттың үстінде ұстайтын боламыз. Араластырып тұрамыз. Жүз миллиграммдай су араластырып жібердім, себебі қанты түбіне жабысып қалмас үшін. Енді дәл осылай газымызге қойып араластырып тұратын боламыз. Қайнатпаймыз, осылай шетінен қайнағанға дейін қылып газдың астын өшіреміз. Мінекей шырғанақ вареньесі дайын. Дәл осылай күнделікті шайға қосып ішсеңіздер болады. Өте пайдалы. Бұны да мен одноразовый посудаларға құйып, осылай морозильникте сақтаймын. Ал сіздер пакетке құйсаңыздар болады, немесе банкіге дәл осылай жапсаңыздар болады. Ал мынадай кішкентай банкілерге құйғанымды мен холодильникте сақтаймын. Егер де менің рецептім сізге пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алда осындай пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.